Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Жалпы мен Мыңбатыр даму орталығына қарасты Госсода компаниясының негізін қалаушы, есімім Дәулет Қанатұлы болады. Бұл видеода сіздерге жалпы Госсода компаниясы немен айналысады, сіздерге беретін қандай мүмкіншіліктері бар, осы жайлы толықтай түсіндіріп беретін боламын. Бізде Госсода компаниясы жалпы 1 жыл бұрын, яғни 6 ақпан күні толықтай құрылған болатын. Осы күннен бастап біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Бірақ та жаңа осы мемлекеттік аукциондармен айналысып жүргеніме өзімнің 2,5-3 жылдай уақыт болды. Аукцион дегеніміз не? Яғни мемлекеттік аукцион дегеніміз бұл кез келген мемлекеттік организациялар өзінің списанияға шыққан мүліктерін, мемлекеттік қызметкерлердің тәркіленген мүліктерін, не болмаса қандай да бір банктерде ареста тұрған мүліктерді сатып алу мақсатында, тек қана сатып алу ғана емес, сонымен қатар аренда мақсатында. Яғни кез келген мектеп, балабақша, садиктер жаңағы, акиматтардағы столовый буфеттердің барлығын осы Госреестр порталдары арқылы жалға алуға болады. Осы сала бойынша бізде Госсода компаниясы сіздерге толықтай, яғни аукциондарға қалай қатысу керек, қалай тіркелу керек порталға, отқаннан кейін документация қалай жүреді, солардың барлығымен мен сіздерді таныстырып беретін боламын. Жалпы бізде Госсода компаниясы осы 1 жыл көлемінде өзінің жұмыс атқарған 100-ден артық шәкірт тәрбиелеп шықты. Өзіміз және біздің студенттеріміз 80-ден артық автокөлік отқан екенбіз. Сонымен қатар арендалық помещениялар, тағы да басқа пәтерлер отқан студенттеріміз жетерлік. Осыда енді мен 1-2 студентімнің нәтижесімен бөлісіп кетейін. Осы жерде содан кейін өзіміз отқан бір студентіміздің нәтижесі. Яғни бізде списания шыққан мүліктерді де отқан студенттеріміз бар. Бар жоғы 200 мың теңгеге Госреестр порталынан бізде Нива автокөлігін отқан. 2011 жыл Нива автокөлігі 200 мың теңгеге. Ол списанияға шыққан, яғни әрбір организацияда 5-6 жыл сайын автокөліктер списания шығарып тастайды, және ол организациялар жаңа автокөлік өздеріне өндіріп алады. Осы жерде списанияға шыққан 200 мың теңгеге автокөлікті менің студентім ұтты. Нарықта 1,5 миллион теңгеден жоғары суммада тұрады ол автокөліктің. Қараңыздар, қандай вложение керек болды оған? Керек вложение тек қана стартері бар жоғы 30-40 мың теңге тұратын, химчистка деген сияқты бір 100 мың теңгенің ғана вложениесі кеткен ол автокөлікке. Ал студентім 200 мың теңгеге ұтқан осындай автокөліктерді. Яғни суммасы аз лоттарды да, суммасы арзан автокөліктерді де бұл порталдан ұтып алуға болады. Сонымен қатар тағы бір студентіміз 7,4 миллион теңгеге нарықта 11 миллион теңге орташа бағада тұратын Kia Cadence автокөлігін 2015 жылға. Казак shit in my mouth. Каждый день тут гулять по грамм, голодный папа гуляет по пятиграмм, черные конверты гуляют по кружкам, так только не считают, гонятся по пятам. 7,4 миллион теңге ұтты, яғни нарықтан жоқ дегенде 60% төмен суммада ұтып алды. Сатқан суммасы енді 9,7 миллион, яғни ускоренный. 11 миллион нарықта тұрады, бірақ та 11 миллионға уақыт созып өткізіп жүргенше бірден жаңа сатып алушыларға 9,7 миллион теңге сатып алды. Бір договормен бір аптаның ішінде 2 миллион теңге осындай табыс қалдырған студенттеріміз де бар. Міне осындай сала, яғни автокөліктерді алып сату мәселесі және нарықты зерттеу. Яғни нарықта, мысалға Toyotалар нарықта қанша суммада тұр, Chevrolet'лар қанша суммада тұр деген сияқты еліне байланысты, брендіне байланысты мүліктер қандай суммада сатылып жатыр, бағасы көтеріліп жатыр ма, бағасы төмендеп жатыр ма, осы саланың барлығын біз Госсода компаниясы зерттеп отырамыз. Сонымен қатар онлайнда жұмыс жасауға болады. Мысалға біз өзіміз Астана қаласынан болып, онлайн түрде аукционнан Атырау қаласынан автокөлік ұтып алдық. 7 миллион 300 мың теңгеге 2014 жылғы Toyota Hilux автокөлігін ұттық. Нарықта бұл автокөліктердің орташа бағасы 9,7 миллион теңге. Онлайн түрде ұттық. Документация, яғни ол автокөлікте арест болды. Бұл автокөлік бізде Forte банкте арестта тұрған автокөлік. Отқан сумманы толықтай енгіздік, 7,3 миллион теңгені. Енгізгеннен кейін 3 күннің ішінде банктен аресттен шықты. Және біз Атырау қаласына ұшып барып, автокөлікті уже біз шығарып алдық. Таза біздің жаңағы автокөлікті алып шығуымызға, жаңағы керек вложение салуға 4-5 күн уақыт кетті. 4-5 күннің ішінде машинаны толықты біздің атымызға шығарып алдық. Және де 9 миллион теңгеге сол Атырау қаласына саттық. Яғни жолдық шығынымыз бар, басқа да шығындардың барын есептеген кезде ол лоттан мен өзім 1,5 миллион теңге таза табыс қалдырдым. Міне осындай сіздер бір договор арқылы 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллион аралығында таза табыстар қалдыра аласыздар. Бұл ең негізгі мақсат нарықты зерттеу және де сатып алушы, яғни сату
өнерінің маңыздылығы. Осы саланың барлығын біз Госсауда компаниясы сіздерге обучение ретінде де үйретіп береді, және біз өзімізде осы сала бойынша қазіргі таңда айналысып отырған жайымыз бар. Порталдар бойынша енді конкуренцияға тоқталатын болсақ, конкуренция жоғары деп айта алмаймын. Бір лотқа 3-4 адам, орташа есеппен 3-4 адам қатысады, және мысалы кейбір лоттарға болады 15-20 адамға дейін қатысатын лоттар болады. 20 адам қатысқан күннің өзінде де ол автокөліктің бағасы нарықтан жоқ дегенде 20% төмен суммада. Мысалы нарықта 5 миллион теңге тұратын автокөлік болса, жоқ дегенде 4 миллион 200, 4 миллион 300 мың суммада осы порталдан сіздер сатып ала аласыздар. Сонда тек қана алып сату мақсатымен емес, өзіңізге сатып алу мақсатында осы аукцион порталдарымен толықтай айналыса аласыздар. Порталмен айналысу бойынша сіздерге ИП тоғының ешқандай қажеті жоқ, тек қана ETSP кілттеріңіз болса және ноутбуктарыңыз болса болды. Біздің Госсауда компаниясына жүгіне аласыздар. Төмен жағында менің Instagram каналым, Telegram каналымыз барлығы көрсетіледі. Осы бойынша өтіп, барлық ақпараттарды бізден алсаңыздар болады. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Достарым